Ноғай тілді сақлаудың сорауы сөйлік заманда ең өткір сораулардың бірісі болады. Бұл мәселелерді шешу yolларын біздің қалымдасымыз Эмир Отивалиев өзінше көреді. Оның ақында толысынша Алимат Матакаева хабарлайды. Туған тілді гереймен бірге үйренеміз деген анимациялық проекттің авторы Эмир Отивалиевті туған тілді йойып бару мәселесі көптен тынышсыздандыратын еді. Дегенде журналист бұл сұрауды балаларды туған тілге анимациялық кепте үйрету мен шешпеге ойланды. Сөйтіп яшауға бұл проект ендірілді. Оның басым мұрады орыс тілінде еге құланатаған сөзлерді ноғай тіліне көшіріп, кішке сәбилерге үйрету болады. Саулай бірге курста 11 көрсету әзірленген. Анимациялық проекті социалық сетлерде яйылдыруға қаратылған. Оның мәнесі балалардың есін өзіне қарату болады. Бұл анимационный роликті мен өзім халқыма сауға еттім. Неге десе мен ойлаймын бізге ноғайларға етпейді анимационный формат. Бізде кітаплар бар, но ондан да басқа бізге керек анимационный роликлары, мультиклері. Бізге әлгі современный мультиклерға аудару керек, ноғай тілге киноларда аудару керек. Бізге керек онлайн приложение, бізге керек приложение, переводчик. Алдымызда көп құлықлар бізде бар. Мен ойлаймын бізге ноғайларға бәрімізге тыпақласанып, әр адам өзі нес бажарады, соны құлық етіп, еткеріп, ұзынғайдымызда құлықларды, әр адам өзін вклад етсе, кішке болса да, біздің туған тілді сақламаға біраз жеңіл болады ойлаймын. Неге десе, әлгі заманда біздің тіл ұмытылып жатыр, біздің кішке балаларымыз орысшалап сөйлейді. Әлді бір 20-30 жыл кетсе, о проблема орысшалап айтқандай өрленер. О заманда бізге бөтенде қиын болар. Сол үшін біз әлі ұмтылу керекіміз, алға сау керекіміз, сол проблеманы шешпеге. Яңыларда сосы проекті Дагестанның Ноғай районының орталығында балаларға көрсеттілер. Балалар оны үйкөн қызықсынумен қарадылар. Неге десең, бұл формат сәбилердің еслерін көпке дейін өзіне тартып тұрады. Яс қараушылар яңы сөзлердің манесін туған тілде естілер. Саулай бірге сосы үйрену курсында 140 сөзлер келтірілгенлер. Адабият тілден басқа бұл проектте Аштархан ноғайлардың диалектілерінде де сөздер кіргенлер. Қарағаш, Юрт диалектілері сөйлеу заманда бек сирек боладылар, ама оларда да бауырдаслар сөйлейлер. Вот этот курс, видео, он очень важен. Тілдің сұрауы өкінішке сөйлеуі заманда өткір болып тұрады. Соннан себеп сосындай проектлердің яшауға ендірілуін яшау өз талаплайды. Сөйлеуі заманда біз өзіміздің туған ноғай тілімізді тысқыралардың тілдерін үйренгендей болып үйренмеге амалсызыз, дейді Аштархан ноғайлардың ямағатшылық әрекетшісі, тарихшы Рамиль Ишмухамбетов. Сосы проекті оның авторы егіт ноғай ясымыз Эмир Отивалиев аз санлы халықларға деп бағыслаған. Оның айтуына көре, сөйлеуі заманда аз санлы халықлар олардың тіллері, маданиятлары үйкөн демеуде керексінеділер. Соның үшінде проектке ноғай тілден басқа лак цахур тілдерінің курсларда кіргенлер. Алимат Матакаева, Эмир Отивалиев, соңғы хабарлар.